Сәлеметсіздер ме? Менің атым Жұмағазина Інжу. Мен Черноярка мектебінің 6 сынып оқушысымын. Жақсылық керуені, қайырымдылық пен мейірімділік жобасы. Кіріспе. Жақсылық керуені қоғамда қайырымдылық пен мейірімділіктің мәдениетін дамытуға арналған жоба. Жобаның мақсаты: қоғамда ізгілік құндылықтарын насихаттау, мұқтаж жандарға көмек көрсету және волонтерлердің істерін қолдауға арналған жоба. Жобаның міндеттері: мейірімділік құндылықтарын насихаттау, қайырымдылық іс-шараларын ұйымдастыру, волонтерлерді тарту, әлеуметтік осал топтарын қолдау көрсету. Жүзеге асыру кезеңдері: бірінші, дайындық кезеңі; екінші, іс-шаралар өткізу; үшінші, жобаның қорытындысы. Бірінші кезең: дайындық жұмыстары. Ұйымдастырушылар тобын құру, серіктестер мен демеушілерді іздеу, волонтерлерді тарту, ақпарат кампаниясын жүргізу. Екінші кезең: іс-шаралар бағыты. Бірінші, әлеуметтік көмек көрсету; екінші, білім беру және мотивациялық шаралар; үшінші, экологиялық акциялар. Әлеуметтік көмек көрсету. Қайырымдылық себеті: мұқтаж отбасыларға азық-түлік тарату, жылы жүрек, қарттар мен мүгедектерді қолдау. Мейірімді сыбағасы: мұқтаж жандарды ыстық тамақ тарату. Білім беру және мотивациялық шаралар. Білім болашақтың кілті. Аз қамтылған балаларға құрал-жабдықтарын тарату, жақсылық дәрістері, мотивациялық кездесулер өткізу. Экологиялық акциялар: жасыл әлем, ағаш отырғызу, сенбіліктер өткізу және қалдықтарды жаңа өңдеу. Үшінші кезең: жобаның қорытындысы. Жобаның нәтижесі бағалау, волонтерлерді марапаттау, келесі жылға жоспарлау. Күтілетін нәтижелер: қоғамда мейірімділік артады, волонтерлер қозғалыс дамиды, қоршаған орта жақсарады. Жобаны ұйымдастыруға кімдер қатыса алады? Оқушылар мен студенттер, барлық мейірімді жандар, мемлекеттік емес және үкіметтік емес ұйымдастырушылар, кәсіпкерлер мен меценаттар. Өз сөзімді қорытындылай келе, жақсылық жаса, жақсылық көр, жақсылықтан жарысайық.